Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған БЖБ 1-ге талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп алайық. Каналда жаңадан көптеген пәндерден БЖБ, ТЖБ тапсырмалары, сонымен қатар ағылшын тілі пәнінен сынып жұмысы, үй жұмысы тапсырмаларының жауаптары шығып отыр. Сол себепті көптеген пайдалы ақпаратты аласыңдар менің каналымнан. Ендеше сабақты бастайық. Бізде бұл БЖБ-да 2 тапсырма берілген, және тапсырманы орындайтын уақыт 15-20 минутқа созылады. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, оның негізгі ойын беретін 3 тірек сөзді жазыңыз дейді. Яғни бірінші мәтінді оқимыз, астрономиялық бақылаулар дейді. Ерте кездің өзінде алыс сапарға, саяхатқа шыққан адамдар түнде жұлдыздарға, күндіз күнге қарап жол таба білген. Астрономиялық бақылаулар бүгінде халық шаруашылығының қатарына уақытты өлшеу, дәл географиялық карталарды жасау, теңізде, әуеде, ғарыш кеңістігінде аспан шырақтары бойынша бағдар алу жатады. Дегенмен де бүгінде астрономияның мәні бұлармен шектеліп қала алмайды. Ай мен күн жүйесінің ғаламшарларын зерттеу өзіміздің жерімізді жақсырақ білуге тудырады. Жер айналасындағы ғарыш кеңістігі мен жерге жақын маңдағы аспан денелері қазірдің өзінде адам қызметінің шеңберіне еніп отыр. Болашақта ғарышты игеру адам баласының өмір сүру ортасын кеңейтеді, экологиялық көкейтесті мәселелерді шешуді жеңілдетеді. Аспан денелерінің көрінбейтін сәулелерінің негізгі бөлігі жер атмосферасына жұтылады және жердің бетіне жетпейді. Сондықтан да жерден жүргізетін бақылауды атмосферадан тыс кеңістіктен жүргізумен толықтыруға болады. Яғни бұл жерде біз мәтіннің нақты ойын айтатын 3 тірек сөзді жазуымыз керек. Біріншісі аспан денелері, екінші астрономиялық бақылаулар және аспан шырақтары. Негізі көптеген тірек сөздер жазуға болады, бірақ 3 тірек сөз жаздым мен. Келесі екінші тапсырма, яғни сұрақтарға жауап береміз. Бірінші: адамдар не себепті ерте замандарда жол табу үшін аспан денелеріне сүйенген? Оқушылар, айта кетейін, видеоны тоқтатпай жаза беріңдер, себебі түсінбей қалуларың мүмкін. Сол себепті де тоқтатпай соңына дейін қараймыз. Себебі ерте заманда адамдардың қолында уақытты өлшеу, жол табу құралдары болмаған. Қазіргі заманда компасқа қарап бағытты тапсақ, картаға қарап жолды табамыз, ал сағатқа қарап уақытты біліп отырамыз. Ертедегі қазақ халқы бұлардың барлығын аспан денелері, ай мен күн жұлдыздарға қарап білген. Мысалы, ай мен күннің өзгеруіне қарап уақытты біліп отырған. Жұлдыздарға қарап, жұлдыздар айқын жарық шашса, қатты жел болмаса жаңбыр болады деп болжаған. Жұлдыз сирек көрінсе, ертеңінде ауа райы бұзылады деп болжам жасаған екен. Келесі екінші: аспан денелері не себепті аспан әлемінің құпияларын зерттеуге асық болған? Себебі аспан әлемі шексіз, құпияға толы ерекше әлем. Оны зерттеу бұрынғы заманда да, қазіргі кезде де зерттеушілерге, адамдарға, ғалымдарға өте қызық. Соған байланысты аспан әлемін зерттейтін институттар, зерттеу орындары ашылды дейді. Үшінші: адамның тағдырын аспан денелерімен байланыстыру қаншалықты орынды дейді. Ғылыми тұрғыдан орынды деп санайтындар баршаға, алайда адамның тағдырын аспан денелерімен байланыстыру дұрыс емес деп ойлаймын. Келесі төртінші: өзіңіз мәтіннен қандай ой түйдіңіз дейді. Мәтінде астрономиялық бақылаулардың біздің өмірімізде маңызы зор екенін білдім. Бұл дегеніміз ай мен күн жүйесінің ғаламшарларын зерттеу өзіміздің жерімізді жақсырақ білуге септігін тигізеді екен. Болашақта одан сайын терең зерттеулерді, толықтыруларды қажет ететін сала екенін білдім деп жаздық. Бұл жерде негізінде әркім өз ойын білдіріп жазса болады. Мен сендерге түсінікті болу үшін осылай мысал ретінде жазып кеттім.